Сауран ауданына қарасты Майдантал ауылдық округі 3 елді мекеннен құралған. Ауылдық округ орталығы Ынтал ауылында 500-ден аса отбасы тұрады. Негізгі күнкөріс көзі мал шаруашылығы болып табылады. Бүгінде ауылдық округте инфрақұрылым мәселесі біршама шешімін тапқан. Ауылдық округке қарасты 3 елді мекеннің барлығы дерлік таза ауыз сумен толық қамтамасыз етіліпті. Бұдан бөлек ауылдың ішкі жолдарын жаңарту жұмыстарда 100%-ға орындалған. Сонымен қатар ауылды жарықтандыру мәселесі де қолға алынып, бағаналарды ауыстыру жұмыстары кезең-кезеңмен атқарылып келеді. Жұмыстарына келетін болсақ, өткен жылмен биылғы жылда бізде көп үлкен жұмыстар бар. Бала газондар салынды, бір газонымыз салынды, құдағыз ауылға өзен жақ кіріп жатқанда көрген жассыздар. Ауылдың кіреберіс жеріне арка салынды. Ол да келесі жылға қалынып, бір қаражаттың несіне байланысты. Қазір ол да құдағыз істелінеді. Сосын енді ауылдағы бізде ең үлкен күрделі мәселелер мынау бағаналар, столбы дейміз ғой, себет электр жүйесінің. Бір соларды бір ауыстыру жүйесі бар алда. Онда жайлап қазірде хат жазылып, нелердің бәрі істеліп жатыр. Өз аудан әкімде тапсырмасы бар. Бұның бәрі ауыстырылады. Су жүйесі Егізқара елді мекенінде су қойылды. Қазір таңда ауыз су беріп жатыр. Қаражон, Майдамтал елді мекендері толықтай сумен қамтылған. Ал енді жолға келетін болсақ, өздеріңіз көргендей көшеміздің бәрі жарық, асфальттанған біздің көшеміздің бәрі. Басқа енді алдағы уақыттарда құдағыз атқарылатын әлі жұмыстар көп. Қаражон елді мекеніне бір құдағаласа несі балалар ойынdan алаң жазын саламыз. Ал мына жердің бәрін абаттандыру, сосын әкімгершілік өзіміздің немізден 6 гектар жерді қоршап, әлеуметтік бақша салындық. Майдантал ауылдық округінің орталығы Ынтал ауылында жаңадан заманауи спорт кешенінің құрылысы жүруде. Ауылдың көркін ашатын нысан ауыл жастарының салауатты өмір салтын қалыптастыруда үлкен маңызға ие. Жастардың уақытын тиімді пайдалану үшін спорттық кешендердің пайдасы орасан. Игілікті іс биылғы жылы жаз айында басталып, бүгінде құрылыс жұмыстарының 90%-ға жуығы аяқталып қойған. Алыстан көздің жауын алатын спорт кешенінің құрылыс жұмыстарын 15 жылдан астам тәжірибесі бар Юг Ремстрой сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізеді. Құрылыс жұмыстары сапалы, толықтай талапқа сай атқарылуда дейді мердігер мекеме өкілі Өткіржан Аликулов. Алдағы уақытта құрылыс толық аяқталып, ел игілігіне пайдалануға берілмек. Сол май айында жазы күні басталды. Қазіргі таңда 85% жұмысымыз біткен. Құдай қаласа осы айдың аяғы 100% тапсыруына әрекеттеміз. Осы жерде 35-40-қа жақын жұмысшылар істеп жатыр, 3 техника істеп жатыр. Кафель жұмыстары, полда ертең есіктерін қоямыз. Сырттағы нелер, озелениялар, солдан әрекеттеміз. Қоршау забор, 380 метрдей забор бар, 400 метрге жақын. Соның установкасымен солдан істеп жатырмыз. Благоустройство бітіп қойды 100%. Ішкі сылақтары не бәрі бітіп қойды. Ауылдық округте жыл сайын көгалдандыру жұмыстары өз деңгейінде атқарылып келеді. Биылғы жылы ауылға 2000 түп тал көшеттері егілген. Сонымен қатар ауыл әкімшілігінің бастамасымен орталықта арнайы 6 гектар жер қоршалып, әлеуметтік бақша жұмысы қолға алынған. Ауылдық округ әкімі Алмас Сергелтаев бақша өнімдері халыққа үйлестіріліп берілетін айтты. Келер жылға бақша жұмысын жандандыру жоспары да бар екен. Жеке инвесторлар есебінен де ауылдық округке болашақта жүйелі жұмыстарды қолға алу жоспарланған.